Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, нәзік бисквиттен жасалатын құлпынай рулеттерінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бисквитін дайындап алу үшін бізге керегі жұмыртқаны ақуыз бен сарыуызға бөліп аламыз. Қант, сүт, сұйық май және де електен өткізілген ұн қажет болады. Осы барлық ингредиенттердің көлемі видеоның төмен жағында жазылған, сол бойынша жасасаңыздар болады. Ең бірінші сарыуызымызбен өлшенген қантымызды қосып жақсылап тұрып миксерлейміз. Мінекей осылай қантымызбен сарыуызымыз әбден бір-біріне араласып, шамамен 5 минуттай миксерлейміз. Түсі ақшыл түске енгенше осылай тоқтамай миксерлейміз. Мінекей енді осы миксерленген қоспамызды бір шетке қойып қоямыз да, енді ақуызымызбен 75 грамм қантымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Осы шамамен 5-7 минуттай миксерлейміз, әппақ пенаға айналғанша. Мінекей тура осындай болады. Енді осының үстіне жаңағы сарыуыз бен қантымызды бөлек миксерледік қой, соны қосып араластырамыз. Мінекей осылай барлық жаңағы қоспамызды, ақуыз бен сарыуызымызды қосып, осындай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай шетінен барлығын жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде осылай бір бағытта араластыруымыз керек. Астынан үстіне көтеру арқылы. Бұл дегеніміз жаңағы бисквитіміз бір келкі пісуі үшін осылай бір бағытта жақсылап араластыруымыз керек. Енді осының үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымызды осылай бөліп саламыз. Жаңағы қоспамызды араластырғандай, осылай бір бағытта астынан үстіне көтеру арқылы араластырамыз. Ұнның ұнтақтары қалмау керек, толықтай осылай араласуы керек. Енді сұйық майымызға сүтімізді қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Естеріңізге сала кетейін, барлық ингредиенттердің көлемі видеоның төмен жағында жазылған, сол бойынша жасайсыздар. Мінекей сұйық май мен сүтімізді араластырып, қоспамыздың үстіне қосамыз. Тура жаңағындай араластырамыз, толықтай араласуы керек. Енді формамызға саламыз. Осылай фольгамен орап алдым. Менде форма 30-да 30. Мінекей бисквитімізді формаға құямыз. Барлығын тегістейміз жан-жағын. Лопатканың көмегімен немесе қолыңызда бар заттың көмегімен жасасаңыз болады. Мінекей осылай тегістеп формамызға құйғаннан кейін 200 градуста қызықтырған пеште 10-15 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын болғанша енді ортасына құлпынайлы салмамызды дайындаймыз. Мінекей алдын ала қатырылған осындай құлпынайымызды жақсылап тұрып ерітеміз. Осындай ыдысқа салып, еріткеннен кейін, әбден ерігеннен кейін, мұны міндетті түрде миксермен немесе блендердің көмегімен осылай ұнтақтап аламыз да. Үстінен өлшенген кукурузный крахмал және де қантымызды араластырып, үстіне осылай қосамыз. Астын сәл ғана қосып, сәл бұрқылдатып, осылай қайнатамыз. Суы әбден тартылып, осындай қызыл түске боялып, салмамыз дайын болады. Бұл салмамызды бөлек бір ыдысқа салып, әбден суытып аламыз. Мінекей енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, сахарный пудра және де сливки керек. Ең бірінші творожный сырымыздың үстіне сахарный пудрамызды қосып, қант ұнтағымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Толықтай араласуы керек.
мінекей осылай толық араластырғаннан кейін үстіне сливкимізді құямыз. Тағы да миксерлейміз. Мінекей біздің крем-чизіміз дайын болды. Креміміз мінекей осылай ыдысымызды да төңкерген кезде төгілмейді, осындай толықтай дайын болған кезде. Енді үстінен жаңағы суытып алған құлпынайымызды қосып, тағы да миксерлеп, сәл ғана миксерлеп араластырып аламыз. Бұл ешқандай бояғышсыз осындай қолдан жасалған қоспамыз арқылы дайындалатын крем. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай иілгіш, үзіліп сынып кетпейді. Мінекей дайын болған кремімізді бетіне жағамыз тегістеп бір келкетіп. Барлық бөлігіне бір келке жағылуы керек. Енді жағып болғаннан кейін кремімізді осылай бір шетінен дөңгелектеп ораймыз. Мінекей біздің рулетіміз дайын болып қалды. Енді әсемдеу қалды. Енді рулетімізді әсемдейміз. Ол сіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен үстіне осындай крем-чиз кремін жағып, үстінен осындай құлпынаймен әсемдедім. Мінекей достар, біздің осындай бисквиттен жасалған құлпынайлы ерекше крем-чиз рулетіміз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Және де осы рецепт арқылы үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.